Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен әдеттегідей Фариза. Бүгін сіздермен құрамы көп затты талап етпейтін, өте оңай жасалатын пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогты жасау үшін ешқандай да дүкенге барудың қажеті жоқ. Үйдегі бар заттармен жасалатын ерекше және өте дәмді пирог. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бісміллах деп 4 жұмыртқаны сарысынан ағын ажыратып аламыз. Ағын бетін жауып алып қоямыз. Ағы бізге салмасына қажет болады. 4 жұмыртқаның сарысының үстіне қант және бөлме температурасында тұрған сармайды салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып лопатканың көмегімен араластырамыз. Оның барлық бөлігін бірден салып жібермейміз, аз-аздан бөліп салып отырып қамыр илейміз. Бірінші лопаткамен араластырамыз, сонан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Онды салғанда қамыр қопсытқышты қосып салған едім, өкінішке орай видеоға түспей қалыпты. Қамырымыз міне дәл көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ қамыр болады. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкен, біреуін кішілеу етіп бөліп аламыз. Кіші бөлігін кішкене жұқа етіп жайып, мешокқа салып, мұздатқышқа, яғни морозильникке салып қоямыз қатырып. Сонан соң астыңғы бөлігін формамызға салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп жайғастырып аламыз. Салмасын дайындайым дегенше холодильникке қойып қоямыз. Сонан соң салмасын дайындаймыз. Бағанағы жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлейміз. Дәл осылай көпіре бастағанда үстіне қантты аз-аздан салып отырып көпіртеміз. Пирогқа қажетті заттардың барлығының мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қантымыздың барлығын салып болғаннан кейін миксеріміздің жылдамдығын жай-жай көтеріп отырып 2-3 минуттың көлемінде миксерлейміз. Мінекей, бізде дәл осындай қоймалжың масса пайда болу керек. Ыдысымызды төңкергенде де ешқандай ағып, төгіліп кетпейтіндей масса пайда болады. Енді осы дайын болған массамыздың үстіне орташа бөліктерге бөлінген грек жаңғағы және кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды бағана дайындап қойған қамырымызға салып, жақсылап тегістеп аламыз. Енді осы аралықта пештеріңізді 160-170 градуста қосып қоя берсеңіздер болады. Салмамызды салып жайғастырып алдық. Енді үстіне бағанағы алып қойған мұздатқыштағы қамырымызды үткіштің ірі жағынан өткізіп, бетін толықтай жауып аламыз. Мінекей, бетін үткіштен өткізілген қамырмен толықтай жауып алдық. Енді бағана қызып тұрған пешімізге пісіруге жібереміз. Мінекей, біздің пирогымыз пісіп шықты. Пирогымыз пісу барысында беті қатты көтеріледі, кейін суыған соң қайтадан өз-өзіне келеді. Өз қалауларыңыз бойынша шоколад немесе мен сияқты қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте әдем болып шықты. Біздің пирогымыздың бетіндегі үгілмелі қамыр болғандықтан беті қаттылау болады, бірақ дәмі өте ерекше әдемі пирог болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, сондықтан да бір рет жасап жеп көріңіздер. Видео рецебім сізге пайдалы болған болса, жүрекшені басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Фариза, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.